Мен де көп қыздар сияқты студент кезімде қалталы жігітпен жүргім келді. Астында көлігі, басында баспанасы бар адамға тұрмысқа шықсам деп тілемейтін қыз аз шығар. Бірақ ол кезде біз бақыттың байлықта емес, екі жүректің бір соғып, екі ойдың бір арнада тоғысуында екенін білмедік қой. Осылай армандап жүргенде қиялымдағы қалтасы қалың жігіт те жолықты. Онымен жолымыз түйіскен соң мен өзгере бастадым. Қанша дегенмен оның қымбат сыйлықтары, мейрамханалары мені бұрынғы ортамнан алыстата бастады. Қыз бала болсам да сабағым мәз емес. Оқудан шығып қала жаздап, курстан курсқа әупірімдеп өтіп жүретінмін. Бұрын әйтеуір диплом алып алсам болды дейтінмін. 4-ші курсқа жеткенде сол дипломның да қажеті жоқ маған. Бәрібір мұғалім болмаймын ғой деген шешім шығардым. Ал жұмыс істеуге ниетім болмағандықтан маған жағдайы бар жігіт керек еді. Көктен іздегенім жерден табылғандай болған соң ол жігіттен айрылғым келмеді. Оның көңілін қалдырмауға тырысып, бар айтқанын істеумен болдым. Оқуымды бітіре салысымен үйленетін болып келістік. Қиялымдағы жігітті тапқаннан соң диплом алуға бармадым да. Келіскенімізде үйлендік. Менің бірінен соң бірі жалғасып кете беретін армандарым біртіндеп орындала бастады. Тойымыз қымбат мейрамханада өтті. Шетелге саяхатқа да шықтым. Сәнді киімдер сататын дүңгіршіктерден киінетін болдым. Бірақ әр жақсының бір жаман жағы да болады ғой. Күйеуім ақшасымен менің жағдайымды жасағанымен, жақсы ниетпен жанымды жадыратпады. Оның қасында жүргенде мен өз пікірі жоқ адам болып жүруге тиіс екенмін. Біз үшін ең қиын мәселе балалы болғанымызда басталды. Бір күйеудің бабын табу оңай ғой. Ал алғаш рет балалы болғанда көп нәрсені жаңадан үйренесің. Екеуіне бірдей күтім жасау қиын тиді. Оған қоса, күйеуім ендігі жерде бірінші орынға баламды қойып, өзім туралы ұмытуымды қатаң тапсырды. Ешқандай дүкен аралап кету, қалаған ісіңмен айналысу, өзіңе көңіл аулайтын нәрсе іздеу дегендер болмасын деді. Мен оның анасымын ғой. Өзім де перзентім үшін аянбай қолымнан келгенін аянбайтынымды түсінуі тиіс еді. Бұлай дегені несі деп таңырқадым. Сөйтсем, оның бала күтімі жайындағы ойы тым асқақ екен. Сәбиіміздің әр күнге бекітілген тамақ рационы бар. Соны қатаң ұстанып, уақытынан кешіктірмей тамақтандыруым керек екен. Таңертеңнен бастап әр ісім уақытпен белгіленген. Одан кешіктіріп, не ұмыт қалдырсам, мені қызметші сияқты сөгетінді шығарды. Балам өскен сайын мен оның анасы емес, күтушісіне айналып бара жатқандаймын. Мен баламның жағдайын жасауға ерінбеймін. Баламызға ненің қажет емес екенін өзі белгілеп, маған тек тапсырмаларын орындайтын жалдамалы күтуші сияқты қарым-қатынас жасағаны жаныма батады. Мына сағатта балалар орталығына апаруға тиіспін бе? Ештеңеге қарамастан баламды жетектеп сонда кетуім керек. Ауырып, не басқалай жағдаймен бара алмай қалсам, қол астындағы қызметкеріндей сөгеді. Ойыншықтарын әр қолына ұстатқан сайын тазалап жуып беруім керек. Осындай ерекше бақылау, ерекше тәртіпсіз-ақ талай бала өсіп жатыр ғой. Мұның бәрі мен дүниеге оның ұлын әкелген күннен басталды. Неге осыншама өзгеріп кеткенін түсінбедім. Егер мен оның күнделікті балам екеумізге құрған жоспарын бұлжытпай орындасам, көңілі жай. Осынша өбектегеннен бе екен, балам да әлжуаз болып өсті. Қит етсе ауырып қала береді. Суыққа да, ыстыққа да қарсы тұра алмайды. Тым әлсіз. Оны күн астында, таза ауада, құмда ойнатып денесін шынықтырудың орнына дәрумендерді ішкізе береміз. Дәрігерлер құмға ойнатыңыздар деген еді. Содан бері балалар орталығындағы арнайы жасалып қойған құм алаңшасына барып ойнатамыз. Оның өзі бір ыдысқа құм салып қойған. Балалар жанында тұрып ыдысқа салып ойнайды. Сондағы құмға тиетін тек қолы ғана. Оның несі қуат балаға? Табиғаттың өз күшін сезінбеген соң, жасанды құмға әкелгеннен не пайда? Осыны айтсам, шошып кетеді.
баласының үстіне шаң тұрса жаны қалмайды. Қазір мұңсыз, қамсыз, топыраққа аунап өскен өзімнің балалық шағымды жақсы екен ғой деймін. Бірақ баламызға жаным ашиды. Жасы 3-те. Әлі бірде-бір рет қолына не жер ананың қара топырағын, батпағын, өсімдігін ұстап көрмеген. Жануарлармен ойнау деген атымен жоқ. Сонда ол қаланың қапасын ғана көріп өседі ме? Қолдан жасалған жылтырақтар не бере алады оған? Осыны күйеуіме айтып түсіндіре алмадым. Айтқанда пікір таластырып та айтпаймын. Жай мен ескертіп көремін. Құлағына дәлмейді. Анасы да өзі сияқты кірпияз адам. Пісірген тамағыма, ісіме мін тағып отырады. Басында осылардың ақшасына осындай жағдайға қызыққан өзім. Енді кімге өкпе айтамын? Жоғарыда жазғанымдай, айтқанын бұлжытпай орындап жүрсем, жағдайымды жасап қаражаттан кенже қылмайды. Балам 3-ке толған кезде енді күніне 1 сағат визажистен сабақ алуға жіберіп тұратынын айтты. Бұл да өзінің шешімі. Неге екенін білмеймін. Визажистен сабақ ал деді. Мен келістім. Бұрынғы құрбыларым рахат емес пе? Визажисттің курсына өзі жаздырып берсе, барғаның шетел, жүрген жерің үлкен орталықтар деп қызығады. Бірақ ол курсқа не үшін жаздырғанын білмесең де рахат па? Түпкі ойында не бар екенін білмеймін ғой. Мүмкін жолдастарының әйелдерімен салыстырып, менен ұялатын шығар. Әйтпесе, визажистке апару қайдан келді екен ойына? Бәрін қойшы, мен осындай өмірді өзім тілеп алдым ғой. Бірақ баламның болашағы үшін алаңдаймын. Ол өзімшіл әкесінің айтқанына қанша жасына дейін көне береді екен, және табиғи энергия көздерінен бойына қуат алмаса, оның денсаулығы қандай болады екен? Мені ең көп алаңдататын осы сұрақтар.